күн, қымбатты достар. Сіздермен бірге мен Салтанат Әбдіғали, кітаптар әлемі жобасы. Бүгін біз бір кітаптың тарихы, жанымның жазба нұсқасы хабарларын бірге түсірудеміз. Бізге ақын Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Мөлдір бұлақ журналының бас редакторы Дәулетбек Байтұрсынұлы ағамыз қонаққа келді. Қош келдіңіз, аға. Рахмет, сәлеметсіздер. Қазір біз Дәулетбек ағаның жаңа «Хлует» атты кітабы жайлы ой бөлісеміз және автордың оқуында өлеңдерін тыңдаймыз. Рахмет. Ендеше Дәулетбек аға, сұхбаттың басында өлең тыңдасақ. Биік санаған билік кеткенде, жағымпаз қашып момын қалады. Суалып сауда береке кеткенде, долларың ұшып сомын қалады. Жінігіп босқа сырапқа бассаң, жібегің тозып тоның қалады. Бойыңды кесел ауру жайласа, бақырайып екі көзің қалады. Анталап жетіп қиындық келсе, төксие түсер төзім қабағы. Семіріп иті көзін чел басса, танымай үріп өзін қабады. Орынсыз жерде орағытсаңыз, базарсыз болар сөзің бағалы. Жасың жеткенде мазасыз болсаң, жақының үркөп көлеңкен қалады. Тізең кілтілдеп белің бүгілсе, аралай алмай кең өлкөң қалады. Шырайы солған зинақор сұмның күнәмен кірлеген ары қалады. Дүние қоңыз қарынбайлардан ит құсқа жем боп малы қалады. Тілеуі дұрыстың тірегі құласа, от жағып орнында жары қалады. Түсінген жанға түбіне жетпес, қызық көрінгеннің бәрі қалады. Ойлы өлең екен. Шалқар шабыт тілейміз, Дәулетбек аға. 60 жасқа толуыңызға орай осы «Хлуетті» шығарған екенсіз. Кітаптың аты неліктен «Хлует» деп аталды? Енді «Хлует» деген сөз айтылғанда білетін кісілер бірден Түркістанда жатқан Хазірет Сұлтан Құлқожа Ахмет Ясауи бабамызды есіне алады. Ол кісі жасы 63-ке келгенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да 63 жасында өмірден өткен, енді мен ары қарай жарық дүниеде жүруім маған лайықсыз деп ойлап, осы хілуетке түсіп, ғибадатын жасап, хикметін жазып, Аллаға мінәжатын істеп, құлшылық жасап, өмірінің соңына дейін өтті дейді. Біреулер айтады, сол хілуетте күндіз тірі жанның көзіне көрінбей, түнде ғана шығып, жарық дүниенің қызығынан өзін тасалап, қызылды жасылды дүниені тәрк етіп, сол хілуетте 10 жыл өмір өткізіп, 70 жасында қайтты дейді. Енді біреулер айтады, тіршілікте 63 жас, тағы да хілуетте 65 жыл өмір сүріп, 125 жаста дүниеден пәни дүниеден бақи дүниеге қайтқан екен дейді. Мейлі қалай десе де, бұл хілует ол кісінің ғибадат жасайтын, мінәжат жасайтын, өзінің жеке құтқанасы, былай айтқанда жер асты мешіті. Бұл хілует сөзі бөгделену, немесе оңашалану деген мағынаны білдіреді. Енді мен неге бұл кітаптың атын хілует қойдым дегенде, әр адамның өзінің хілуеті болу керек. Яғни енді барлық адам жер астына түсіп, Қожа Ахмет бабамыз сияқты хілуеттен өмірін өткізбеген күннің өзінде, әр адамның мынау дүниенің өзінде өзін-өзі қорғайтын, өзін-өзі бөлектейтін, жаңағы пәндауи дүниелерден аулақтайтын өзінің жеке хілуеті болу керек. Ол ұстаным, көзқарас, принцип, яғни имани тұғыр деп есептеймін да. Сол мен өзімде сондай бір мынау күллі адам баласының арасында қайнаған қоғамда жүрсем де, осындай бір өзіме өзім бір жасаған хілует қой. Ал Дәулетбек аға,
кітаптың аты туралы білгеннен кейін енді ішінде қандай дүниелер бар, сол қызықтырып отыр бізді. Жинақтағы жырлардың қандай тақырыпты өзек еткеніңіз жөнінде айтасыз ба? Рахмет. Енді Хілует кітабын мен 4 бөлімге бөлдім. Мына жерде бәрі айтып тұр. Берік, тірек, иман, тұғыр деген 4 бөлімге бөлдім. Бұл сөзді бұлай қосып айтатын болсақ, берік, тірек, иман, тұғыр. Яғни адам баласының, адамзат баласының берік тірегі, өзінің орнықтылығы, адамдық сипаты, берік тірегі не? Берік тірегі иман. Оның шығатын тұғыры осы иман. Осыған қаратылған. Енді менің поэзиямды, менің әдебиеттегі шығармашылығымды білетін кісілер өздері былай түсінеді. Мен мінәжат жанры, имани жырлар жазам көбінде. Енді одан бөлек әрине әңгімелер жазамыз, публистикалық тақырыпта жазамыз, естелік күнделігіміз бар, енді ол өзі бөлек. Сол менің діни бағыттағы енді интеллектуалды поэзия деп айтуға да болады, танымдық дүние көбі. Бұл Хілует таңдамалы жинақ деп айтуға болады. Бұл менің 60 жасқа толған кезімде бір сол есептік мақсатпен жарық көрген кітап. Яғни жаңағындай 4 бөлімнің жиналып осы таңдамалы шығарманың бір көрінісі есебінде деп айтуыма болады бұл кітапты. Хілуеттен тағы бір өлең тыңдайық. Осы Хілуеттегі өлең, бұл өлеңімді жазғаныма да 20 жылдың алдында жазылған өлең еді. Бұл бір кітабымның аты «Я Алла, сенің арқаң» деген. Тауы мен өрі қалқан, жерімде елі дарқан, өмірге келгендігім, қойнында кені бар сан. Бастырған мені балпаң, я Алла, сенің арқаң. Ұлы боп көшпендінің, ұлан боп өскендігім, бақытым бүршөк жарып, өкініш өшкен мұңым, дегенім сенім артам, я Алла, сенің арқаң. Қатені қой дегенім, тапқаным ой керегін, мойындап құлдығымды, шүкірдеп сөйлегенім, рухымның шөлі қанса, я Алла, сенің арқаң. Орнатып дін бекімді, жалғасам тілге тілді, қалыпты адам болып, атқарсам міндетімді, өмірді тегін алсам, я Алла, сенің арқаң. Ғаламның мыңнан бірі, жер шары тұрғандығы, туыстап Қазақстан, елдігін құрғандығы, атқаны келіп әр таң, я Алла, сенің арқаң. Поэзиямен қоса эссе жазып жүр екенсіз, оған не себеп? Енді тек қана бірыңғай өлең емес, жаңада жоғарыда айтып кеттім, ең алғаш мен шағын әңгімелер жазғам әуел баста. Бірақ оны қатты жариялаудың бір мүмкіндіктері болған жоқ. Соң өлең жаздым. Ары қарай енді мынау өмірді, әдебиетті, тіршілікті өз уақытысында қатқа түсіріп отыру мақсатымен 1989 жылы осыдан 35-36 жылдың алдында мен күнделік жаза бастадым. Ол жерде күнделікте менің ішкен жеген жүрген тұрғаным ғана емес, мен жасаған қоғам, мен көрген өмір, менің әдебиетке, саясатқа, қоғамға, тіршілікке деген көзқарастарым, өзімнің пікірлерім, әсіресе әдеби ситуациялар, айналада болып жатқан дүниелер туралы өзімнің көзқарастарымды күнделік бетіне қалтырып отырдым. Содан кейін осы 2010 жылдарға таман келсем, жаңағы жазған күнделіктерім 42 тетрадқа толған екен. Енді оны 42 тетрадты өз мезгілінде, өз уақытысында реттеп, жарамдысын
басып кітап шығарып жарамсызын қалтырмасам, ол ертеңгі күні бір қоқысқа, бір мусорға айланып кетуі мүмкін. Сондықтан басыма ой келді, мүмкіндігі болғанша осыны бір сұрыпта бір еттеп, қат-қат түсіріп, кітап етіп шығарайын деп. Сол 2010 жылдардың айналасында 15 жылдарға дейін жаңағы жинақтарымды 3 том етіп шығардым. Әр қайсысы 500 беттен тұратын өмірдің өзі деген атпен. Күнделіктер, кітаптың аты өмірдің өзі. Одан берде міне 10 жыл өтіп кетті. Осы 10 жылдың ішінде тағы 2 томды шығардым. Қазір енді менде күнделік жанры эссеге келеді. Тек ақпараттық мәліметтер ғана деп айтуға болмайды. Өрде кәдімгідей көркемдік баяндаулар бар, сезімдік толғаныстар бар, тарихи фактілер, дәлелдер бар. Сол арқылы енді эссе формасында оқуға кішкене не болсын, жұғымды болсын, жағымды болсын, оқырманды тартатындай бір әдеби тіл болсын деп солай жаздым. Сонымен әзірге дейін өмірдің өзі 5 томды әртүрлі кезеңдерде шығарып қойдым. Дәл осы кез өмірдің өзінің 6-шы томы 115 бет болды. Ақырын жазылып келе жатыр. Енді 1-2 жылда Құдай қаласа 6-шы томды да шығарам. Бұл енді жаңа күнделіктің эссе бағытындағы жанрым осылай жалғасып жатыр. Әр ісіңізге сәттілік тілейміз, Дәулетбек аға. Бір өлең оқып, әңгімені түйіндесек. Келесі өлең тағы да осы Хілует жинағынан болсын. Бұл енді бұл кітапта біршама өлеңдер бар. Соның өмір деген бір өлеңді оқып берейін. Шағындау. Өмір нақұрыстарға иіспен шірік, өмір кедейдің шоқпыт жыртығы, өмір ізгі жандарға сүйіспеншілік, өмір үміттің сөнбейтін жылтылы, өмір тынымсыз қозғалыс, өмір сапырылысқан сауда, өмір санаттан қалып тозған іс, өмір құдық басындағы қураған қауға. Өмір таусылмас білім, өмір еріккенге ертегі күлкі, өмір қарыз қайтарар күнің, өмір Алланың алатын мүлкі. Бәрекелді. Рахмет, Дәулетбек аға. Арнайы уақыт бөліп, келіп, әсерлі әңгімеңіз үшін. Оқырманыңыз көп болсын. Ал ардақты көрермен, келесі хабарда амандықпен жүздескенше.